Уақыт пен зекеттің айырмашылығы қандай? Қоғамда осы екі амалды бір-біріне қатты ұқсатып, ара жігін ажырата алмай жатады. Мен сіздерге оның негізгі үш айырмашылығын айтайын. Зекет біріншіден парыз амал, ал уақыт болса сүннет амал. Зекетті тек белгілі бір уақытта нисап мөлшері жеткен кезде ғана беру керек. Ал уақытты белгілі бір уақыты немесе бір мөлшері жоқ. Зекетті тек Құранда бекітілген 8 топтағы адамдарға ғана бере аламыз. Ал уақып одан тысқары, тіпті ол ақшаны айналымға жұмсап, одан әрі дамытса да болады. Жалпы біздің асыл дінімізді ардақ тұтып, дәстүрімізді қадірлей білген ата-бабамыз уақыптың қадірін жітік білген. Мысыр елінде сұлтан болған Бейбарыс бабамыздың өзі ислам үшін орын алатын ардақты 3 мешітті өзінің уақыптық қазынасынан күрделі жөндеуден өткізгені тарихтан баршамызға мәлім.